Артымдағы тұрған біздің үй. Бұл Гүлмира 3 баланың анасы еді. Бақытты жар еді. Болашаққа құрған жоспарлары көп еді. Бірақ 2019 жылы осы үйдің ең кенжесі қыздар шетінеп кеткен. 2021-де осы үйдің отағасы, осы үйді тұрғызған, осы отбасының асыраушысы басындағы ісіктен одан ота жасау барысында қайтыс болған. Үйдің отағасы қайтыс болғаннан кейін қазіргі үйдің жағдайы мынандай. Қоршау жоқ, мүлдем. Ауылдың шеті бар, қоршау мынау. Қорған болып тұрған. Есік. Бұның өзі де есік деп айтасың ба? Терезе ғой, негізі есік істеп тұрған. Фундамент жерге батып кеткен де. Қабырғалары кәдімгі үй сыртында ешқандай отопительный жаңағыдай жылу сақтап тұратын ештеңе жоқ. Ар жағы сплиттерный забор салатын кірпішті. Кіре салған кезде мынандай шатыр төбесінде әшейін ана шегелерге ілініп тұрған ау. Шынымен бір жел ботаннан көтеріп ұшырып жүреді. Тек бір қоршауға, қораға арналған кірпіштер ғой. Бірақ осындай үйде тұрып жатыр да біздің кейіпкер. Тоңазытқыш үйдің сыртында, себебі үйдің ішінде бұған қоятын орын жоқ. Газ болмағаннан кейін көмір жағады, көмір қорасы жоқ, далада осы жерде тастайды. Ол жаңбыр жауады, су болады, қатады. Қыстың күні мұндай емес қой. Қыстың күні мына далада, мына ауылда қыс ерекше суық болады. Себебі ашық алаң, қоршау жоқ, жел соғады мына жақтан. Боран, ұйтқиды, мынаның барлығын ұрып қалады. Сол кезде өзіңіз ойлаңызшы, nereden көмір алудың өзі оңай емес қой. Осындай қиын жағдайға қарамастан Гүлмираның қайсарлығы тәнті етеді. Ішімдікке салынып кетпей, бұзылып кетпей, ұлы мен қызына жақсы тәрбие беріп отыр. Қызының бағалары мектепте тек қана 5, ал Ринат үнемі 4-ті қалады екен. Оның өзі үлкен жетістік. Үйдегі еркек атқаратын тірліктің біразын өзі атқарған. Неге жұмсақ болып тұр? Бұл жерде септик бар. Үйдің канализацияның суы Осыған ағып кетеді ма? осыған ағып кетеді. Өзіңіз қаздыңыз оған? Иә. Ана бір неден бері қарай қаздыңыз ба кәдімгідей? Иә, мына Қыста қатып қалмай ма? мына жер қатып қалады, сосын деген андай қылып жасап қойдық. Үйдің төбесінде Стекловат. стекловат. Иә, алдын шатыр деген андай шегемен қағылған ғой, сонан кейін жел соққанда ұшырып алып кетті. Сосын, иә. Сосын стекловат алып келіп, утеплять еттік. И крышаны жаптық қой қайтадан. Қайтадан, Ардақты ағайын, егер 6 мың адам 1000 теңгеден аударатын болса, 6 миллион теңге жиналады екен. Егер 10 мың адам 1000 теңгеден аударса, 10 миллион жинаймыз. Ал енді осы 10 мың адамға жету үшін сіздер бізге көмектесу керексіздер. Осы видеоның адамдар көп көрілу үшін оған үліп-үліп басып, осы видео көп көрілу үшін осының астына пікір қалдырып, осы видео көп көрілу үшін өз стористарымызға бөлісіп қойыңызшы. 1000 теңге бір отбасының жағдайын жақсылыққа өзгертуге болар-болмас сумма деп ойлаймыз. Әрекетін жасайық. Берекесін беруші Алла. Әрбір қазақ баспаналы болса екен деп армандаймыз ғой.